Хайырлы кеш, қымбатты достар. Костанай телеарнасында «Время говорить» бағдарламасы. Сіздермен бірге Маргарита Иванова. Біз бастаймыз. В прошлом выпуске мы с вами уже выучили формы приветствия, прощания и начали изучение такой обширной темы, как ауа-райы. А именно познакомились с новыми словами и попытались на их основе составить целые предложения. Сегодня мы продолжим совершенствовать свои навыки по пройденному материалу. Плюс добавим к нему еще одну тему. Сделаем акцент на нынешнем времени года, то есть күз мезгілі. А еще проведем крутой блиц-опрос с человеком, который уже знает казахский, а значит, может смело поделиться своей историей, секретами и лайфхаками. Но обо всем по порядку. Для начала мы приехали в языковой центр, чтобы продолжить начатую нами работу. Итак, тема ауа-райы, урок 2. Поехали. Бүгін сабақта сіз осы лексикалық минимум 8 сөзді, табиғи құбылыстарды ұғынып кетуге тиістісіз. Кәнеки бастайық. Ыстық күн қайдалаңыз. Ыстық күн жазыңыз. Бұршақ. Бұршақ. Төменгі ауа температурасы. Төменгі. То есть температура какая? Низко. Низкая, тамаша. Қалың қар. Кстати, слово қар мы только что уже говорили, да? Қар, тамаша. Кеттік. Жауын, жаңбыр. Иногда по прогнозу погоды, когда слышится такое сочетание жауын, шашын, как раз таки это говорит о том, что дождливая погода. Хорошо. Кеттік. Ылғалды жер. Влажное место, соответственно, там, где вода, там влажно. А зачастую прогнозы погоды объявляют о том, что какая влажность чего? Воздуха. Тамаша. Арғара кеттік. Найзағай. Опять в начале урока этого слова вы уже слышали. Тамаша есть. Жазылды ма? Жазбай қойыңыз. Арғара. Так, облачно. Бұлтты. Облачно. Пасмурно. То есть облака не такие, так скажем, радостные, они серые, сор дейміз, я? Тамаша. Енді осы сөзді қайтадан қарап, көзіңізбен оқып шығыңыз. Ыстық күн, бұршақ, төменгі ауа температурасы, Тамаша. жауын, жаңбыр, ылғалды жер, бұлтты, қалың қар. Қалың қар. Осы жазылған құбылыстардың қайсы келеді мынау қазіргі ауа райыға? Қазіргі ыстық, как теплое, да, но не жаркое. Жылы. Өте ыстық емес деп айтуға болады. Ал ыстық, күн ыстық дейміз ғой, күн ыстық. Қай мезгілде болады? Жаз мезгілі. Иә, жаз мезгілінде болады. Тамаша. Жақсы. Сергіту сәті дейді. Сергіту сәті дегеніміз ол кішкене демаламыз. Қиналдық, біраз жаздыңыз, е? Қаншама сөз жаздыңыз, есіңізге оны сақтауға тырысып отырсыз, Маргарита. Енді кішкене шынығай. Жел соғады, гу-гу. Жаңбыр жауады. Тырс. Жаңбыр басылады, күн ашылады. То есть попробуем мы это читать, то, что на доске изображено, и значит, мимикой своей показывать. Когда дождь, мы прячемся, а когда солнечно, мы радуемся. А бастадық. Екеуміз бірге. Жел соғады, гу-гу. Жаңбыр жауады. Тырс. Жаңбыр басылады, күн ашылады. Иә. Вот улыбкой вы показали, что день ашық, күн ашылды, тамаша. Ал енді мұқият тапсырманы тыңдау керек. То есть сейчас у нас будет, мы должны прослушать текст и по нему выполнить задание. Тыңдаңыз, дұрыс нұсқасын таңдаңыз. Сәлеметсіз бе, Арман?
сәлеметсіз бе, Әсел? Арман, сіз қайда бардыңыз? Мен Атырауға бардым. Ауа райы қандай болды? Күн ыстық болған жоқ. Қашан келдіңіз? Кеше келдім. Тамаша, рахмет. Енді тапсырманы мен байқап отырмын, сіз өте дұрыс белгілеп отырсыз. Сонымен ол кім? Аты кім оның? Арман. Арман. Арман қайда барды? Арман Атырауға. Атырауға барды, тамаша. Ал ауа райы қандай болды? Ауа райы ыстық болған жоқ. Өте жақсы. Арман қашан келді? Арман кеше келді. Өте жақсы, Маргарита. Тамаша. Жақсы. Енді мына келесі тапсырмада суреттердің ішінен қай қалаға барды сонымен Арман? Бірінші Бірінші суретте Атырау қаласына барды.